Мен сіздерге қазір не айтамын? Алма ағаштың ойын айтып беремін. Көпсі ойлайды, алма ағашта қандай ой? Ой бар алма ағашта, қазір мен сізге айтамын. Көпсі алма ағашты қалай егеді? Айтайын ба? Көрсетейін ба? Міне, көріңіз. Алма ағашты алады, шұңқыр қазады, міне. Осында штиковый лопатамен қазады. Мына тамырды бүйтіп түсіреді. Поближе покажи, тамыр. Вот. Түбіне жаңағы навоз салады. Бәрі салады. Былай егеді де, мынаны көмеді. Дұрыс қой, көпсі үстіп егеді. Міне, ауда көпсі үстіп егеді. Өтіп алдамай. Сосын осы жерге су құя салады да, болды алма ағаш өседі. Өспейді бұл алма ағаш. Неге десеңіздер, міне көсет. Мына шет-шеттері, мынау қатты, жер қатты. Мынау тамыр, мына бір тамырлары, ол жерге кіремейді. Неге десеңіз, мынау қатты. Сосын кейін сіз су құя бергеннен кейін, су құйған кезде мына жерге, мына тамыр, осы суды ішіп, осы жерде рахаттанып жатады. Ол алма ағаш не ойлайды? Менде су бар, мен ол тамырды ано жаққа апармаймын дейді, жан жаққа апармаймын дейді. Неге десеңіз, су жанында. Сосын тамыр, алма ағаш өйстіп кайфовать етіп жатады. Вот осындай ой. А негіз дұрыс қалай егу керек, мен сіздерге көрсетейін. Мына оператор. Мына жаққа көрсетіңіз. Мына көрдіңіздер ме мына жерді? Міне. Былай 80, төбені 60 сантиметр қаздық. Міне. Қалай егу керек. Достар. Мына алма ағашты ортаға қойған кезде мына жан-жағында топырақ жұмсақ болады. Сол кезде мына тамыр ана жұмсақта жүгіріп барады өзі. Жүгіріп барады. Вот. Ана жері жұмсақ болғаннан кейін жүгіріп кетеді. Сосын осылай егу керек алма ағашты. Міне, осылай ексеңіздер, былай өседі. Қазір тоқтатып қойшы оператор. Мына жерге мына биогумус түбіне саламыз. Мына, мынау өзіміздің биогумус. Мына биогумусты біз өзіміз не жасаймыз производство. Міне, мына биогумус саламыз. Аямаңыздар биогумусты бүйтіп. Сосын кейін мына жерді саласыңдар. Бүйтіп. Так, оператор құрастырайын пока. Биогумус жермен бірге араластырып отырмыз. Көрдіңіздер ме? Міне үстіп араластырамыз. Сосын қайтадан жер саламыз. Үстіп, міне. Так. Осылай салып тастаймыз. Сосын кейін мына суды құямыз. Түбіне су құямыз. Так, жаққа тоқтат. Жаңа жер, биогумус араластырып, мынаны бәрі көтеріп қойдық мына жерді. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді мына алма ағаштарды, алма ағашты мына саламыз. Мына жерде мына ағаш өзі колированный ғой. Мынандай пенек болады, мынандай кішкентай кесілген жері. Осыны көлеңке жаққа қоясыздар. Күн мына жақтан түскен кезде мынау көлеңкеде тұру керек. Егер де бүйтіп қойсаңыздар, мынау күнге мынау күйіп, мынау кеуіп кетеді. Сол үшін былай көлеңке қою керек. Ол мен соның ойым, осылай жасаймыз деп. Сондықтан үстіп көлеңке қоясыңдар. Мына биогумус салдық, енді мына топырақты мына жан-жағын көмеміз, мына үстіп. Вот. Мына ағашты ектік. Сосын кейін қазір көрсетем бәрі қарай. Тоқтат. Мына жан-жаққа мына үстіп биогумус салдыңыздар, жайып тастаңыздар. Сосын кейін мына суды мына тура тамырға құймаңыздар. Су шетінде болу керек, мынадай шетінде. Неге шетінде қоямыз? Ана тамыр суды іздеп бару керек, Орында тұрмақ. Егер де сіздер түбіне су құйсаңыздар, тамыр жұмыс жасамайды. Тұрады сол бір орында. Суды жан-жаққа құйсаңыздар, тамыр барады мына жаққа қарай, суға қарай барады. Сөйтіп корневой системасы тамыр үлкейеді. Тамыр үлкейсе, алма көп береді. Подписка жасап, лайк басқаныңызда сау саламат болыңыздар.